Бүгін сиыр етінен осындай жылы салат жасайтын боламыз. Бұл салат өте дәмді, пайдалы әрі әдемі көрінетін ресторандарда жасалатын салат. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір кезек етті талшықтарына осылай қарама-қарсы етіп турап шығамыз. Жұқа турағандықтан етіміз тез піседі. Оны маринадтаймыз. Ол үшін соя соусын, сұйық май, тұз, қант барлығын араластырып бір шетке қоямыз. Салат жапырақтарын жақсылап жуып, суын ағызып, осылай сабағын жұлып тастап, барлығын осылай қолмен үзіп шығамыз. Ролло росса жапырағында осылай үземіз. Қатты майда да, қатты ірі де қылмаймыз. Руккола жапырағының да сабағын ғана алып тастаймыз. Қызанақтарымызды осылай кесіп шығамыз. Енді соусын жасаймыз. Ол үшін сұйық май. Егер горчица ащы болса, кішкене ғана саламыз. Лимон шырынын. Салат дәмдеуші болса, барлығын араластырамыз. Осындай қышқылтым соус шығады. Табамызға сұйық майдың үстіне етімізді салып қуырып аламыз. Су шыққан кезде соя соусын, тұз, қант сеуіп, тағы да қызартамыз. Су құйсаңыздар да болады тағы да. Бетіне қақпақпен жауамыз. Жақсылап піскенін тексереміз. Неге осындай қызарып піседі. Микс салаттың үстіне соус және қызанақты саламыз, және еттің жартысын саламыз, қалған жартысын әсемдеу үшін саламыз. Осының шырынын да неге осылай құйып тастасаңыздар болады, өте дәмді болады. Барлығын араластырамыз. Лимон шырынын сығып таза ыдысымызға саламыз. Ең соңында қалған еттермен, черри қызанақтарымен және кунжутпен әсемдеп шығамыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді, пайдалы салат. Мерекелік дастархандарға жасасаңыз, столыңызды өте ашатын салат болады.